Ал балақай, сен менің дүкеніме кірдің бе? Енді сен ешқашанда мына кәмбит сататын дүкеннен шыға алмайсың. Енді мен сенен кәмбит жасайтын боламын. Мә, саған керек болса достар, ай болса бізді мына печенье сатушы өзінің дүкеніне кіргізіп біз ұстап алды. Ай керек болса қараңыз достар, мына жақта дүкеннің есігін бәрін осында құлыптап тастаған. Жаңа мен осы магазиннің ішіне кірейін дегем, ішінде бір кәмбит печенье сатады деп естігемін. Бірақ мә, саған болса мынау сатушы шынымен зұлым екен. Мә, саған достар қараңдар, мына жерін бәрін жауып тастаған. Ай болса менің машинам ана жақта қалды. Мә, саған печенье сатушы мені жібер. Ай болса әйтпесе мына дүкеннің бәрін қаратып тастаймын. Күлкімді келтірмеші, мына жақта мен печенье сатушы ең мықтымын. Сен ешқашанда мына дүкеннен шыға алмайсың. Мына алдындағы печенье көріп тұрсың бе? Осы печеньелер сияқты сені де печеньеге айналдыратын боламын. Мә, саған достар, ай болса сонда печеньем бе? Бұрында адам болған ба? Баса жоқ, мына печенье сатушы шынымен зұлым екен. Мына жерден қашып кетеміз бе қайтсек те? Ай болса мына есіктің бәрін жауып тастаған. Менің көлігім болса мына сыртта қалды. Так, достар, мына жерден қазір қайтсек те қашып кетіп, мына дүкеннен шығып кетеміз бе біз? Так, давайте кеттік. Мә, саған болса жақта не болып жатыр? Ай болса мына қан ба әлде сироп па, соны түсінбедім. Бірақ қазір мына баспай үстіне былай секіру керек сияқты деймін. Әйтпесе шынымен мына печенье сатушы бізді ұстап алады. Так, қараңдар достар, мына жерде қаншама печеньелер. Мына өзі де печенье екен. Ай болса шынымен де қорқынышты екен. Так, давайте кеттік. Мына жақта есік бар ғой деймін. Қазір осы есіктің ішіне кіретін боламыз. Так, достар, мә, саған болса шынымен де мына жақта ай болса мына фабрикасы болсын да, дүкеннің ішінде осындай фабрика бар ма печенье жасайтын? Давайте кеттік. Мына жақта барлығы бұзылып жатыр. Мә, саған болса мына шоколад сияқты деймін. Так, давай мына жерді баспай былай секіріп өтетін боламыз. Сөйтіп шынымен де осы дүкеннен қашатын боламыз. Мә, саған достар, қандай сонда мына сатушы өзі мына жақта печенье жасайтын сияқты деймін. Ал мына кәмбиттер болса қазір басатын болса шынымен де керек болса мына кәмбиттердің кесіне өліп қалдым ғой. Так, давайте кеттік. Енді келеді қазір дұрыстап жүрміз біз. Әйтпесе тиіп кететін болсақ шынымен де мына магазиннен ешқашанда қашып құтыла алмаймыз. Так, давайте кеттік. Міне келесі бөлмеге барайық. Мә, саған достар қандар. Керек болса мына жақта шынымен де осындай балмұздақ толып тұрған бассейн сияқты бір нәрсе бар екен. Керек болса мына жақта адамдар уже батып кеткен. Мә, саған болса қазір мынаның үстіне құлайтын болсақ шынымен де мына ішіне батып кетеміз. Так, давайте кеттік. Мына неткен зұлым печенье. Керек болса өзінің магазиніне осындай фабрикалар жасап қойған. Базар жоқ, мына барлығы да печеньеден шоколадтан жасаған сияқты деймін. Қазір бізді жеп қоюы мүмкін. Мә, саған болса мына жерге құлап түстік қой. Керек болса мына мостта жүретін жерлер түгел емес екен. Так, давайте кеттік. Енді келеді қазір дұрыстап жүретін боламыз. Ал так, давайте кеттік. Енді қазір абайлап жүрміз біз. Әйтпесе мына жерден құлап кететін болсақ шынымен де бізді мына печенье сатушы ұстап алуы мүмкін. Так, давайте кеттік. Енді қазір мына жерден дұрыстап секіріп осы испытание өтетін боламыз. Ақыр соңында біз мына дүкеннен қашып кетеміз біз. Әйтпесе шынымен де бізді мына сатушы бізді де печенье қылдыруы мүмкін. Так, давайте кеттік. Мә, саған болса мына дүкенге шынымен де торт алайын деп келейін деген, бірақ ішінде сатушы өте зұлым екен. Мені ұстап алып есікті жауып тастады. Так, давайте кеттік. Мә, саған болса мына жақта дұрыс кәмбит таңдау керек сияқты деймін. Так, мына таңдап көрейік. Қазір мына таңдалады екен. Так, мә, саған достар, міне біз шынымен де дұрыс таңдаппыз. Онда біз кеттік. Қазір осыған мініп шынымен де мына жақта испытание өтетін боламыз. Болса мына шоколад па? Бірақ шоколад шынымен де буланып жатыр. Болса мына шынымен де ыстық шоколад сияқты деймін. Ал мынау болса маршмеллоу. Так, давайте кеттік. Мына жақта шынымен де кәмбиттер өте көп екен. Бұлардың бәрін жеп тастаса болады. Бірақ мына кәмбиттердің бәрін жаңа сатушы жасаған. Сатушы шынымен де ол кәмбиттерді басқа нәрседен жасаған сияқты деймін. Так, давайте кеттік. Енді келесі испытаниеға барып мына жақтан өтетін боламыз. Так, достар, мына жақта осындай вафлилар бар екен. Так, мына вафли дұрыс таңдау сияқты деймін. Әйтпесе дұрыс емес таңдайтын болсаң, бұл вафлилар жерге түсіп кетіп, мына шоколадтың астына кетесің. Так, достар, көрдіңдер ме? Болса менің алдымда жүрген жаңа бір адам құлап түсті. Так, мына жақта сонда ортаңғысы точно дұрыс емес. Ондай болса қазір мына сол немесе оң қайсынан насақ дұрыс екен. Мына жақта осындай ақ крем бар, ал мынау болса осындай розовый крем. Так, мына ағы дұрыс екен. Онда давайте кеттік. Мә, саған болса міне шынымен де мына испытаниеден өтіп кеттік. Енді қазір мына жақта лабиринт па? Базар жоқ. Қазір мына лабиринтті өтіп шынымен де мына жерден шығып кетеміз біз. Так, давайте кеттік. Қазір мына вафлидан шығып кетіп, мына дүкеннен қашып кететін боламыз. Базар жоқ, мынаны бері вафлидан жасаған шоколад сияқты деймін. Так, давайте кеттік. Мә, саған болса шынымен де мына жақта бір нәрсеге келдік. Так, мына жақта не бар? Мә, саған достар, көріп тұрсыңдар ма? Мына бағана сатушы емес па? Болса мына жақта адамды жейін деп жатыр. Мә, саған көмектесіңдер. Болса қазір баратын болса мен жеп қоюы мүмкін. Так, астыға түсейік. Мә, саған достар, болса мына магазиннің астындағы осындай кеңістік па? Базар жоқтан қараңдар достар. Шынымен де сонда осы кәмбиттердің бәрін осындай адамдардан жасайды екен ғой. Болса мына кәмбиттердің бәрін жемеген дұрыс сияқты деймін. Әйтпесе ішінде бір нәрсе бар сияқты. Так, мә, саған болса жерден құлап түсік. Так, давайте кеттік. Болса мына жақтан шынымен де секіру қиын екен. Так, давайте кеттік. Қазір мына жерден өтетін боламыз. Ал так, кеттік. Енді осы жол абай болып мына жердің бәрін былай өтетін боламыз. Мына жерді былай өтіп кеттік. Так, давайте кеттік. Мә, саған болса мына жұмыртқа ма? Болса мына жақта жұмыртқа жарып тастаған. Так, қазір жұмыртқа құлайтын болсақ шынымен де құлап қаламыз. Так, давайте кеттік. Мына жерде жұмыртқалардың қабығынан былай секіріп жүретін боламыз. Ал так, кеттік. Мә, саған болса мына жақта шынымен де көптеген заттар бар. Осы сатушының кәмбит печенье жасайтын жері сияқты деймін. Мына жақта сүт құлап жатыр. Так, давайте кеттік. Мына жерге төбеге міне сияқты деймін. Так, давайте кеттік. Мә, саған болса мына сатушы шынымен де бізді көріп қалмасын. Көріп қоятын болса бізді жеп қоюы мүмкін. Так, давайте кеттік. Мә, саған болса біз қайда қалдық? Болса балмұздақ па? Мә, саған болса шынымен де мына балмұздақ екен. Бірақ бұл өте салқын екен. Болса шынымен де құлап қалады екен. Так, давайте кеттік. Енді ақырындап мына жерден былай секіріп осы испытаниеден өтетін боламыз.
Так, давайте кеттік. Мына жақта тағы да балмұздақтар бар екен. Майк болса, давайте мына жаққа тимей. Майк болса, құлап түстім ғой. Қазір енді тағы да дұрыстап жасауымыз керек біз. Так, давайте кеттік. Мәссаған тағы да құлап түстік қой. Так, давайте кеттік. Енді қазір мына жерде бар күшті салбай сигарет мұламыз. Достар, мына жерде әрең өттік қой. Базар жақта балмұздақтар шынымен мұзда екен. Мына адам қатып қалған. Майк болса, мына шынымен балмұздаққа тиіп мұз болып қатқан сияқты деймін. Так, давайте кеттік. Енді келесі испытаниядан өтетін боламыз. Так, мына жақта осындай балмұздақтар бар екен. Қазір осы балмұздақтарын былай үстіне секіріп, мына жақтан былай өткере беру сияқты деймін. Так, давайте кеттік. Қазір мына жерде бар күшті салып, осы испытаниядан өтетін боламыз. Так, мына жақта шынымен осындай шоколадтар бар. Қазір осының үстіне былай секіріп, мына бисквиттерден шығып кететін боламыз. Так, давайте кеттік. Мына жақта шынымен мынандай балмұздақтар бар. Мәссаған жерім құлап түстік қой. Базар жақ мына жақта шынымен тәтті заттар өте көп екен. Бағана печенье сатушының кондитері сияқты деймін. Осы жақта осындай көптеген тәттілер бар. Торт, шоколад, балмұздақ, барлығы да бар. Мәссаған болса шынымен тәтті сияқты деймін. Бірақ ол сатушы өте зұлым. Шынымен мына заттардың барлығын басқа нәрседен салып, мына жақта өтірік комбит сияқты көрініп тұруы мүмкін. Так, давайте кеттік. Мәссаған болса мына жақта шынымен лабиринт бар екен. Қазір осы лабиринттен де өтіп, мына испытаниядан да шығатын боламыз. Так, давайте кеттік. Мәссаған болса шынымен мына жақта бір есік тауып алдым. Қазір осы жерден шығып, мына жақтан былай шығатын боламыз. Так, давайте кеттік. Міне кнопканы бастық. Мына холодильник сияқты деймін. Мәссаған тоңазытқыштан қазір шығып, мына жақтан қашып кетеміз біз. Так, давайте кеттік. Қазір мына бізді көп қоятын болса, бізді жеп қоюы мүмкін. Мынаны қараңыз достар. Бағана адамнан печенье жасайын деп жатқан сияқты деймін. Так, мына жақта бір осындай есік бар екен. Так, осының ішіне кіріп, қазір ар жағында не бар екен көретін боламыз. Так, мәссаған шынымен ар жағында бір нәрсе бар сияқты деймін. Достар, мәссаған мына тышқан емес пе? Базар жақ тышқанда не қылып тұр? Так, мына тышқанның қасына барсақ не болады екен? Мына жақта тышқан осындай сыр жеп жатыр екен. Так, давайте кеттік. Мына жақтан шығып кетейік. Әйтпесе мына тышқан ашуланып бізді де жеп қоюы мүмкін. Так, ондай болса қазір біз келесі жерге барып, осы испытаниядан өткеретін боламыз. Әйтпесе мына жақта мына сатушы бізді ұстап алып, бізді жеп қоюы мүмкін. Так, мына жақта осыны су ағып жатыр. Қазір суға түспей, мына тәрелкелердің үстіне былай секіретін боламыз. Так, мына пышақтың үстіне былай секіріп, қазір мына соңғы тәрелкеден де былай өтетін боламыз. Ал так кеттік. Мына жақта осыны ұн шашылып тұр. Мәссаған мына сатушының асханасының барлығы да быт шығып жатыр. Ұн да шашылып жатыр, сүт те шашылып жатыр. Мына шынымен де өзінің асханасына қарамайды сияқты деймін. Ал так кеттік. Мына газ плита сияқты деймін. Мәссаған мына жақта сары болып жанып тұр. Бұл тұсында өте ыстық сияқты деймін. Қазір тек кететін болсақ, біз күйіп кететін боламыз. Ал так давайте кеттік. Енді ақырындап мына қосылмаған газ плитадан өтетін боламыз. Бірақ мәссаған құлап түстік. Қазір тағы да дұрыстап өтетін боламыз. Әйтпесе мына жерден құлап қалатын боламыз. Так давайте кеттік. Қазір бар күшті салып, осы испытаниядан өтетін боламыз. Ал так кеттік. Мәссаған міне өтіп кеттік. Так давайте кеттік. Мына жақта мына төбеге мін деп тұр ма? Ал так кеттік. Қазір осы швабра арқылы мына есікке кіретін боламыз. Так кеттік. Ар жағында не бар екен? Ар жағында бір нәрсе бар сияқты деймін. Так достар, мәссаған біз шынымен де адамдарды ұстап тұрған жерге келген сияқтымыз ғой деймін. Сонда осы сатушы осы адамдардың барлығын түрмеге салып қойған ба? Мәссаған қазір бізді де осылай ұстап алуы мүмкін. Мынаны қараңыз достар. Ал балақайлар, мен сендерді ұстап алдым. Енді қазір сендерден кәбет жасайтын боламын. Сөйтіп мен дүкендеріме сендерді сатамын. Мәссаған достар, жаңа көрдіңдер ма? Базар жақ мына сатушы шынымен де адамдардан кәмбит жасайды екен. Мәссаған сонда бұлардың барлығын жеуге болмайды сияқты деймін. Так давайте кеттік. Мына жерден секіруге сияқты деймін. Так мәссаған жақтан дұрыс секіре алмай қалдық. Қазір мына жерден дұрыстап өтуіміз керек біз. Ал так кеттік. Мәссаған міне өтіп кеттік. Ал енді біз келесі испытаниядан өтетін боламыз. Так достар, мәссаған мына сүйек пе? Сонда біз бағана сатушының ішінде жүрміз бе? Мына жерден қашып кетуіміз керек біз. Әйтпесе ол бізді жеп қоюы мүмкін. Так давайте кеттік. Мына жақтан секіру керек пе? Әлде мынаның үстінен былай өту керек пе? Соны түсінбедім. Так давайте кеттік. Мынаның үстінен өтіп шынымен де осы жақтан да қашатын боламыз. Ал так кеттік. Мәссаған шынымен де мына испытания қиын екен, бірақ былай өтіп кеттік. Так мына жақта осыны торт тұр. Ал так міне шынымен де біз келесі жерге келдік. Қазір осы жақтан паркурден өтіп, мына жақтан қашып кетуіміз керек біз. Так мына жақта осындай мишка бар екен. Қазір мишканың үстіне былай секіріп, мына адамның үстіне секіретін боламыз. Мәссаған бауырым, ренжіме, бірақ мен мына жерде қайтсам да қашып кетуім керекпін. Әйтпесе мына сатушы бізді де жеп қоюы мүмкін. Мәссаған мына печенье сатушы шынымен де өте зұлым екен. Мәссаған достар, мына сүйек пе? Мынау шынымен де бағана сатушының ішінде жүрген сияқтымыз ғой деймін. Мұнан бері қабырғасы сияқты деймін. Так давайте кеттік. Енді қазір осы жерден қашып кетіп шынымен де осы сандыққа шығуымыз керек біз. Әйтпесе мына сатушы бізді де осылай печенье жасауы мүмкін. Так давайте кеттік. Мәссаған жерден құлап кеттік қой. Базар жоқ, сонда осы шоколадқа тимей керек сияқты деймін. Так давайте кеттік. Қазір мына жақтан былай тигіздірмей былай өтетін боламыз, бірақ тиіп кетті ғой. Мәссаған мына испанияда шынымен де қиын екен. Бағана балмұздақ сияқты. Так давайте кеттік. Қазір бар күшті былай салып өткеретін боламыз. Ал так кеттік. Мәссаған так мына жақтан былай секіру керек. Ал так достар, біз шынымен де асықпай өтуіміз керек сияқты деймін. Әйтпесе асығып өтетін болсақ мына жерден құлап кетеміз. Так давайте кеттік. Ал так мәссаған мына жерден қазір секіріп өтуіміз керек біз. Әйтпесе қазір мына жерден құлайтын болсақ шынымен де өте алмаймыз. Ал так кеттік. Мәссаған достар, міне өтіп кеттік. Керек болса біз қайдамыз? Мәссаған мына бағана сатушы емес пе? Так достар, мәссаған мына жерден қашып кетуіміз керек біз. Так мына жерден шығып шынымен де мына сатушыдан қашатын боламыз. Так давайте кеттік. Мына жаққа түсек. Мәссаған керек болса достар, мынау әжетхана сияқты деймін. Керек болса сонда мынау печенье сатушы бізді жеп мына лақтырып жеген сияқты деймін. Так давайте мына жерден шығып кетейік. Керек болса мына печенье
сатушы шынымен де зұлым екен. Так, давайте кеттік. Қазір енді осы жерден шықпайтын болсақ, шынымен де печенье сатушы қайтадан бізді жеп қоюы мүмкін. Мәстан болса шынымен де өзінің дүкеніне бізді кіргізіп алып, енді шығармай жатыр. Так, давайте қазір жерден қашып кетеміз. Біз сөйтіп біз осы зұлым печенье сатушыдан кек алатын боламыз. Так, достар, мәстан болса міне біз шығатын жерге келген сияқтымыз ғой деймін. Так, давайте кеттік. Қазір астына кіріп шынымен де осы жерден шығатын боламыз. Мәстан болса біз шынымен де канализацияны ішіп кеткен сияқтымыз ғой деймін. Майрек болса мына жақтың бәрі осылай бітіп шығып жатыр. Так, давайте кеттік. Так, достар, мәстан болса жерден құлап түстік қой. Мәстан болса қазір күшті алып шынымен де осы жерден былай секрет боламыз. Так, давайте кеттік. Қазір мына паркурден өтіп мына жерден қашып кетеміз біз. Әйтпесе мына зұлым печенье бізді жеп қоюы мүмкін. Так, давайте кеттік. Мәстан болса қазір бар күшті салып осы жерден қашпайтын болсақ, ана печенье бізді жеп қоюы мүмкін. Так, достар, міне біз шынымен де мына паркурдан өтіп кеттік. Енді қазір мына баспалдақ арқылы біз сыртқа шығатын сияқтымыз ғой деймін. Так, давайте кеттік. Мәстан болса міне біз қашып кеттік пе? Ема достар, қараңдар. Міне біз шынымен де мына дүкеннің артынан кетіп қалдық. Енді қазір біз мына жақтан қаша берсек болады. Ал достар, міне видео соңында келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк және подписка кнопкасын басуды ұмытпа. Ал ондай болса, сау болыңыздар.